Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Салтбекқызы. Бүгінгі видеода үй жағдайында өте оңай дайындалатын салат дайындайтын боламыз. Қонақтар келе қалған жағдайда жылдам жасалады, әрі дәмі сондай керемет, сөзсіз дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен салатымыздың фриін дайындап қоямыз. Өткіштен осылай картошкамызды өткізіп, үсті сумен жуып құрғатып қоямыз. Сәбізімізді шикідей өткізіп аламыз. Үстіне піскен қызылшамызды, және капустамызды, жүгерімізді саламыз. Және де осылай фриімізді қуырып алатын боламыз. Неке барлығын салып, майонез қосып араластырамыз. Жарты фриді салдық ішіне араластырып, ал жартысын осы тарелкаға салғаннан кейін бетіне салатын боламыз. Мінеки біздің өте жылдам дайындалатын және де дәмді болып шығатын салатымыз дайын болды. Достар, менің арнамнан көптеген рецептерді көре аласыздар. Міндетті түрде арнама өтіп көріңіздер. Сіздермен болған Келін Майра Құлан.